Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Бегімбек Про. Бүгін біздер мынандай үй соғып алдым мен, 2 этажный. Осыған обзор түсіретін боламыз, бірақ есігі жоқ. Так, мынау бізде кішігірім ас бөлме, тамақ істейтін. Мына жерде кішігірім тамақ ішеміз, өзіміз қонақтар келеді, сондай күтіп алуға. Мына жерде телевизор көруге болады. Мынау не десеңіздер, типа қойып қойдым, Sony. PS2. Ал мынау өзіміздің телевизорымыз. Так, мынау болса бізде пульт. Так, біз осындай диван, осындай қонақ бөлмеміз бар. Мына жерде холодильник бар. Холодильникті айтпай қояйын, енді ішінде вообще тыңдар. Мына жерде бізде картина, мына жерде жататын жер. Мына жерде мен компьютерім. Мына жерге көп нәрселер істеуге болады. Негізі көп нәрселер ойлана жатармыз, бірақ кішігірім нормально. Сундуктарға өзіміздің керекті заттарымызды қойып, есіктерді қоюымыз керекпіз. Түнде бізде сосын ауылда бізге жаңа нәрселер қосу керек. Мынандай ескі ауылда тұру не важно. Мына жерде мысалы секіріп мініп жүрмейтін шығармыз. Сондықтан бізге не істеу керек? Осы ауылды дамытуымыз керек. Сол жаңадан нәрселер қосатын боламыз. Так, кеттік. Онда біз былай істейік. Онда ауылды дамыту үшін свечалар қойып шығайық. Так, ол үшін бізге өстіп қоясық. Так, мына жерге бір свеча қойып қояйық. Жап-жарық ауыл болсын да, бөлек ауыл. Екінші ауылды дамытып жатармыз әзірше. Осылай тұра берсін. Так, мына үйге қойыңдар. Бәрін сырттарына өстіп жап-жарық қылайық. Ауылымызды қараған ауыл болсын. Сосын мына жерге барайық та, өстіп қояйық қазір. Бір идея алып тұр менде. Так, осылай қоямыз да. Жап-жарық болсын. Так, осылайнан. Түнде әдемі жарық болады. Так, өстіп тұра берсін. И біз мынаны көмуіміз керекпіз. Сосын алдағы уақыттарда мына жерде енді кішкене, сосын мына жерде бір қамалып жатқан не бар. Оны да бір видеоларда босатар жатырмыз. Так, мына жерге бір жарық қоясыз. Сосын келетін жерге мына жақтан бір жарық қойып қояйық. Бұл жерде керек деп ойлаймын, артқа қарай. Так, алдыға қарай біреуін қояйық. Так, достар, міне біздің ауыл енді жап-жарық болды. Көріп тұрғандарыңыздай. Алыстан келгендер бізді көре алады. Өзіміздің үйімізге оралайықшы, достар. Біздің үй осындай, кішкентай. Ертең осыған обязательно жиһаздар қосатын боламыз. Бізге есік қою керек. Так, мынандай есік қояйық. Бізге мынандай фундамент. Бізге табалдырық керек осындай. Сосын менде бір идея алып тұр. Мынаны қазір бұлай қоя салайық та. Мына жерлерге де бір нәрсе қою керек негізі. Мына жерлер жауып бір әдемі болып тұрған. Мына жерде бір забрушкалар болады. Осындай болып тұр. Мына жерлерге әдемі алып заттар қою керек. Оны алдағы уақытта істер жатармыз. Сау болыңыздар достар. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Пока-пока.